Кайырлы кеш достар, бүгін сіздермен міне осылай ерекше әдем болып тұратын жұп-жұмсақ рулет дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен керек 5 жұмыртқа қажет болады. Ақ уыз мен сары уызын бөлек ыдысқа алып аламыз. Осылай бөліп аламыз. Және ақ уызын жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарып, сұйықтық қатқанша кішкене шым-шым тұз саламыз осылай. Және қантты салып араластырып тұратын боламыз. Массамыз қою болу қажет. Біркелкі етіп осылай араластырып аламыз миксермен. Қантымызды аз-аздан осылай арасында салып тұратын боламыз. Міне мен массам дайын болды. Жаңағы бөліп алған сары уызын енді үстіне қосып араластыратын боламыз миксермен. Және бізге ұн қажет, қопсы тұз қажет, және ұнның үстіне жақсылап сеуіп осылай қасықпен жаймен осылай біркелкі етіп араластырамыз. Осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Қоюлығы осылай болу керек. Және екі ыдысқа бөліп аламыз. Екінші ыдысымызға какао қосатын боламыз. Какаомен жақсылап араластырып аламыз. Және осылай кондитерлік қапшыққа салып алатын боламыз. Міне осылай салып алдым. Екеуінде бізде тапамыз қыздырып қоямыз. Міндетті түрде тапамыз осылай пергамент қағазын қойып, екеуін біркелкі бірінен кейін бірін осылай бір қалыпты қойып шығатын боламыз. Міне мен құйып болдым. Енді тапамызға қойып пісіріп аламыз. Бізге енді кремне қажет, қаймақ қажет болады. Және сгущенка қажет болады. Осылай крем дайындаймыз. Жақсылап араластырып миксерлеп алатын боламыз. Және менің пешімдегі крожым дайын болды. Осылай суға орап алдым, ашып алып, ортасына креміміз дайын, жағып шығамыз. Келкі етіп осылай жағып аламыз. Ортасына банан қойдым мен. Әртүрлі көкөніс или қоймасаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңызбен осылай орап, пищевой пленкаға немесе осылай пакетикке салып, 1-2 сағатта холодильникке қойып қоятын боламыз. Мен 1-2 сағаттан кейін алдым. Өте әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, күшті шаймен ішкенге өте әдемі, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде менің каналыма лайк басып тіркеліп, менің рецептім бойынша жасап көрулеріңіз болады.